Астанада 11 жастағы қыздың тамағы мен тістерінің арасына шаш шыққан. Елордалық дәрігерлер бірнеше рет консилиум өткізіп, жеткіншекке диагноз қоя алмай әлек болып жатыр. Ақмарал Шалабаеваға 14 наурызда қызы тамағының ауырғанын айтыпты. Алғашында ангина шығар деп ойлаған. Кейін тексеріп қараса, тамағында қап-қара шаштардың өсіп тұрғанын көріпті. Болған жайттан абдырап қалған ана бірден жедел жәрдем шақырған, олар да аң-таң болып ауруханаға алып кетіпті. Лор тексерді бізді. Тексерген кезде жаңағы ол кісілер тағы да таң қалды, басқа дәрігерлерге звондады. Ешкім ештеме білмеді. Бір кезінде алдыда жаңағы пинцетпен жұлып алып тастады. Бұлай шыққан кезде, бүйтіп қараған кезде 5 мм шығып тұрады, а созылғанда 2 сантиметрға дейін созылады. Көп нәрселер, көп шаштар алды. Ақмарал Шалабаеваның айтуынша, шаштар тамағымен қоса ауыз қуысында, тістерінің арасында да болған. Ол жердегі шаштарды дәрігерлер пинцетпен алған. Кейін ақ халаттылар анасы мен қызын үйлеріне қайтарыпты. Қазір қыздың жағдайы бір қалыпты екен. Алайда ауыз қуысында шаш анықталғалы бері 20 күн өтті. Қыздың тамағын анасы кеше тексергенінде 2-3 шаштың ұшы шығып тұрғанын байқапты. Бұл феномен негізі өзінен өзі әлде белгісіз, яғни біздің қалада ғана емес, елімізде ғана емес, әлемде тіпті феноменнің аты қойылмаған, диагноз сондай жоқ. Сондықтан әлі де бір шешімге келер мүмкін емес бұл сұрақ бойынша. Ал Ақмарал Шалабаева сараптама қорытындыларын алып, шетел мамандарына жүгініп көріпті. Оны мен олай қалдырмаймын, өйткені мен Россияға, США-ға шығып жатырмыз, Қытайға шығып жатырмыз, бүгін таңертең Испанияға шықтық. Жаңағы жауаптарын күтіп жатырмыз. Қытай жауабын берді. Ол айтты, ол өте сирек кездесетін аурулардың бір түрі. Оны хирургическим путем надо удалять деді. И потом дальнейшем лечение деп айтты. Ақмарал Шалабаева 6 баланың анасы. Осы уақытқа дейін бірде-бір баласы қатты ауырып көрмепті. Ал ауыз қуысына шаш шыққан қызы егіздің сыңар екен. Енді қызына ем іздеген ана елордалық дәрігерлерден жауап күтеді. Болмаса шетелдік мамандарға жүгінбекші. Ал одан кейінгісін өмір көрсетеді.